достар, сіздермен мен Жұлдыз. Бүгін мен 6 сыныптың тақырыбы пропорция тақырыбынан есепте шығаратын боламыз. Каналымнан алыстап. Мен сіздердің оқулықтарыңыздағы 75-ші есепті алдым, яғни тақ сандарын қарастыратын боламыз. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар деген тапсырма. Бізде мынандай теңдеулер берілген. Енді қараймыз, x мына пропорция дегеніміз не? Жалпы пропорция дегеніміз бір-біріне тең екі қатынасты айтамыз да. Мына x-тің 20-ға қатынасы тең 5-тің 2-ге қатынасына. Енді мына түріне бөлу түрінде жазылған. Енді оны бөлшек түрінде жазуға болады. Қалай жазамыз? Несінде түсінікті болу үшін бөлшек түрінде жазамын. X қалай табады екенбіз? 2-нің 5-ге қатынасы. Енді қалай x-ті табамыз? X-ті қалай табамыз? Пропорцияның белгісіз мүшесін x пішінде көбейтеміз. X-ті 5-ге көбейтеміз, 2-ні 20-ға көбейтеміз. Жазайық, 5-ті x-ға көбейтеміз, 5x тең болады, 20-ны 2-ге көбейтеміз, 40 болады. Солай ма? Енді қарапайым теңдеу шықты, x-ті табамыз. X-ті табамыз, 40-ты бөлеміз 5-ге. 5-ті теңдіктің 10 жағына шығарамыз. Мына жерде көбейту амалымен тұрғандықтан шыққанда бөлу амалымен шығады. X тең болады қаншаға? 8-ге. Пропорцияның белгісіз мүшесі бізде 8-ге тең екен. Тексерсеңіздер болады, 8-дің 20-ға қатынасы тең болады 2-нің 5-ге қатынасына. X бөлінген 18 тең болады 2-нің 3-ге қатынасына. X табамыз. X образын көбейтеміз. 3x тең болады 18 көбейтілген 2. 3x тең болады 36-ға. X-ті табамыз. Қанша болады? 36-ны бөлеміз 3-ге. X тең болады 18-ге. Пропорцияның белгісіз мүшесі 18-ге тең. Егер жауаптарыңыз дұрыс па, дұрыс емес па деп күдіктенсеңіздер, жауапты x-ті берілген теңдеудегі x-ның орнына апарып қойып тексеріңіздер міндетті түрде. Бақылау жұмыстарында қате кетіп қалмасын. Келесі 5-шісі 5-тің 9-ға қатынасы тең болады 15-тің x-ге қатынасы. Көбейтеміз. 5x тең болады 15-ті 9-ға көбейтеміз. 135 болады. Солай ма? X табамыз. 135-ті бөлеміз 5-ге. X тең болады қаншаға? 27-ге. Пропорцияның белгісіз мүшесі 27-ге тең. Берілген сандардан пропорция құраңдар. Кеттік, онда пропорция құрастырайық. Так, не істейміз? Бастапқы санарға қарайық. 6-ның 12-ге қатынасын тексерейік и 4-тің 8-ге қатынасын тексерейік. 6-ға қысқаратын болсақ, бұл жерден 2-ден 1 шығады, солай ма? 4-ге қысқаратын болсақ, бұл жерден 2-ден 1 шығады. 2 қатынас бір-біріне тең. Онда бұл бізде пропорция болады. Солай ғой? Так, енді тағы да қандай пропорция алуға болады? Бір пропорциядан жаңа басқа пропорцияны қалай аламыз? Ол ортаның мүшелерін орнын ауыстыру арқылы алады. Солай ғой? Яғни 6-ның орнына 8-ді жібереміз, ал 8-дің орнына 6-ны жібереміз. Яғни 8-дің 12-ге қатынас тең 4-тің 6-ға қатынас. Бұл бізде екінші пропорция. Енді не істеуге болады тағы да? Шеткі мүшелерін орнын ауыстыруға болады мысалы. Яғни 6 орында қалады, 4 келеді. Тең болады. 4-тің орнына 12 барады, 8 келеді. Орындарын ауыстырдық. 12-ні 4-тің орнына жібердік, 4-ті 12-нің орнына жібердік. Енді тексереміз. Қысқартатын болсақ, мына жерін 2-ге қысқартатын болсақ, қанша болады? 2-ден 3 шығады. Мына жерден сол. 4-ге қысқартатын болсақ, 2-ден 3 шығады. 2 қатынас тең. Значит, бұл пропорция болады деген сөз. Енді не істеуге болады? Енді жалпы қатынастардың орындарын ауыстырсақ болады. 4-тің 8-ге қатынасын сол жаққа жазып, 6-ның 12-ге қатынасын 10 жаққа жазсақ болады. Бұл бізде уже 4-ші пропорция. Осы сандардан алып жатқан 4-ші пропорциямыз болады. Немесе ортаның мүшесінде шеткі мүшелерінде бірден орындарын ауыстырып жазсақ болады. Мысалы, 6-ның 6-ның орнына 8-ді жазамыз, 12-ның орнына 4-ті жазамыз, 4-ның орнына 12-ні жазамыз, 8-ның орнына 6-ны жазамыз. Тексерейік, қанша болады? 8-ді 4-ге қатынасы 2 болады, 12-ні 6-ға қатынасы да 2 болады. Екеуі тең. Сонда мына 4 түрлі саннан қанша біз пропорция алып шықтық? Қарайықшы балалар. 1, 2, 3, 4,
5 түрлі пропорция алып шықты. 1, 3, 5, 15, 25. Тексерейік. 3-тің 5-ке қатынасы. 15-тің 25-ке қатынасы. Тең ба? Қысқартайық. 5-ке қысқартсақ 5, ал мұнда 3 шығады. 3-тің 5-ке қатынасы шығады. Мына жақта 3-тің 5-тің қатынасы тұр. Тең ба? Тең. Онда бұл бізде пропорция болады. Тең, пропорция болады. Енді осы пропорциядан дәл бірінші есептегідей басқа түрлі пропорция шығаруға болады. Біріншісі ортаның мүшесінің орындарын ауыстырайық, солай ғой? 25-тің 5-ке қатынасы, 15-тің 3-ке қатынасы. Тексереміз. Қанша болады? 20-ті 5-ке бөлеміз. 5 болады. 15-ті 3-ке бөлеміз. 5 болады. Қатынастар тең. Бұл бізде пропорция болады. Енді шеткі мүшелерінің орнын ауыстырайық. 3-тің 15-ке қатынасы тең болады. 5-тің 25-ке қатынасы. Тең ба? 3-ке қысқартатын болсақ, 5-тен 1-дің 5-ке қатынасы шығады бұл жерде. Мына жерде 5-ке қысқартатын болсақ, 1-дің 5-ке қатынасы шығады. 2 қатынасы тең, бұл бізде пропорция. Келесі, орындарын ауыстырайық. Оң жақты сол жаққа жібереміз. Сол жақты оң жаққа жібереміз. 2 пропорция тең болады. Бұл жерде тексерудің қажеті жоқ енді. Так, келесі, енді ортаңғы мүшесі мен соңғы мүшелерінің бірден орындарын ауыстырамыз. Яғни 25-тің 15-ке қатынасы болады, 5-тің 3-ке қатынасы болады. Тексерейік, 5-тің 3-ке қатынасы, мына жерде қанша қысқартамыз? 5-ке қысқартсақ, 5-тің 3-ке қатынасы шығады. Тең, бұл пропорциялар тең. Сонда бұл жерден де 5 түрлі пропорция алып шықтық. Міне осылай қопарып 4 санан 5 түрлі пропорция алып шығуға болады. Келесі, көп балалар қиналатын есеп, ол мәтін есеп. Келесі есеп мәтін есепке арналады 79-шы есеп оқулықтарыңыздағы. Яғни мәтін есепте неге мән беру керек? Есептің берілгеніне, яғни әр сөзге, әр сөйлемге берілу керек. Ең сонда сұрақты табу керек соның ішінен. Сіздерден не сұрап отыр? Сол сұрақтан бастап іздейсіздер. Сұрақты тауып аласыздар. Сұрақты ұстап алғаннан кейін сіздерге не берілген? Солардан жай-жай сұрағыңызға қатысты нәрселерді суырып, сөйтіп сұрақты табуыңыз керексіздер. Көп балалар мәтін есепті шығаруда қиналады. Так, берілгенін төменде көрсетіп қойдым. Яғни өзенде сал 9 сағатта 25,2 километр қашықтыққа барады. Дәл осы өзенде сал 36,4 километр қашықтыққа бару үшін қанша сағат қажет болады? Пропорция арқылы шешу керек. Не істейміз? Қатынастар жазамыз. Пропорция арқылы шешкен кезде осындай мәтін есептерді қараңыздар, былай істейміз. Сіздер не берілген? Сіздерге табу керек 36,4 километр қашықтыққа қанша сағатта баратынын. Солай ғой? Қазір жазамыз. Бізде берілгені 9 сағат. 9 сағатта қанша километр жүреді деді қашықтық? 25,2 километр жүреді. Солай ғой? Енді сұрақ 36,4 километрді қанша сағатта жүзіп өтеді дейді. Қанша сағатта жүзіп өтеді осындай километрді? Но белгісіз, пропорция осы жерден шығады. Сағатты сағатқа қатынасын табамыз. Километр қатынасы тең болу керек. Кеттік табамыз, но бізде x. Солай ғой, қалай табамыз? Көбейтеміз қарама-қарсы жағында. 25,2 x тең болады 9 көбейтілген 36,4 километр. Бізде сағат. Ары қарата x тең болады. 9-ды көбейтеміз 36,4-ке 327,6 болады. Оны бөлеміз 25,2-ге. X тең болады қаншаға? 13-ге тең болады. Не? Сонда жауап 36,4 километрді жүріп өтеді. Қанша сағатта? 13 сағатта. Келесі тағы да мәтін есеп 85-ші есептеріңіз. Яғни тракторшы жырту керек жердің 76% пайызын жыртқан. Жыртып болғаннан кейін 6 гектар жер жыртылмай қалған. Барлығы тракторшы барлығы қанша гектар жерді жырту керек болатын бастапқыда. Сұрақ сол, яғни барлық жырту керек гектар жерді табуымыз керекпіз. Не істейміз? Теңдеу құрастырамыз, солай ғой?
Так, бізге беріліп тұр 76. Тракторшы 76 пайызын жыртқан жердің. Қалды бізде 6 гектар жер қалды жыртылмай. Табу керек біз барлығы қанша гектар жер. Так, барлығы жерді 100% деп алатын болсақ та, 100%, сол 100%-дің 76%-ын тракторшы жыртқан. Қанша пайыз жыртылмай қалып тұр сонда? 24% жыртылмай қалып тұр. Яғни 24% деп тұрғанымыз жыртылмай қалған пайыз. Ал бізде жыртылмай қалған жердің өлшемі белгілі 6 гектар жыртылмаған. Сонда бізде 24%-ымыз бізде 6 гектарды береді екен. Қараймыз. 100%-ымыз бізде белгісіз сойған X гектар болса, 6 гектарымыз бізде 24%. Сойған жыртылмай қалған жер 6 гектарды берді, ол бізде 24% береді екен. 76-дан азайтқан кезде. Енді табамыз пайыздың астына жазамыз, гектардың арасына жазамыз. Екі қатынас тең деп пропорция құрастырамыз ба, x-імізді табамыз. Не істейміз? 24-ті көбейтеміз, x-ға 24x тең болады, 100-ті көбейтеміз 6-ға 600, x тең болады, 600-ті бөлеміз 24-ке. x тең болады, қаншаға? 25-ке. Жауабы 25 гектар жер екен. Яғни барлығы тракторшының жырту керек жері 25 гектарды құрайды екен. Соның 6 гектар жыртылмай қалған, сонда 19 гектарды ол кісі жыртқан. 19 гектар жыртқан, қалғаны 6 гектар қалған. Яғни сұрақтың жауабы барлығы 25 гектар жер. Келесі оқулықтарымыздағы 88-ші есеп теңдеуді шешіңдер дейді. Не істейміз? Бірінші жақшаның ішін ықшамдап аламыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. 3-ке 2-ден, 2-ге 3-ден береміз. 6-дан қанша? 5. X тең болады 3/175. Енді істейміз, x табу үшін бөлемізді 3/175-ті бөлеміз 5 бөлінген 6-ға. Не істейміз? Бөлшектерді қалай бөлетін еді? Бөлшек бар болса, не істейміз? X тең болады бірінші санды өзгертпей жазып аламыз, бөлуді көбейтумен алмастырамыз, алымен бөлімі орнын ауыстырады. Яғни 6 бөлінген 5 шығады. X тең болады. Не істейміз? 3/175 көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 5-ке. X тең болады. 3/175 6-ға көбейткен кезде 22/5 болады, бөлінген 5. X тең болады 4/5 шығады. X-дің жауабы осы 4/5. Есеп тоже жақшаның ретке келтіреміз. Не болады? Асықпай жазайық. 4 минус араласанды дұрыс бөлшекке келтіреміз. Қанша болады? 7-ден 14, 14-ке 3-те қосасың, 17 болады. Көбейтілген x тең болады 14, 14-2 көбейтеміз 28, 28-ге 5-ті қосамыз, 33 болады. Тең болады, ортақ бөлімге келтіреміз. 7, 27 азайтылған 17, 11 береді. 11 бөлінген 7, x тең болады 33 бөлінген 14. X-ті табамыз. 33 бөлінген 14-ке бөлеміз 11 бөлінген 7-ні. Бөлшекті бөлгенде не істейтін едік? Бірінші бөлшекті өзгертпей жазып қоямыз, соны ғой. Бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Келесі бөлшек алдымен бөлме орындарын ауыстырады, яғни 7 бөлінген 11 болады. X тең болады, қысқартамыз. 11-ге 3 қалады, 7-ге қысқартамыз. 2 қалады, сонда 3 бөлінген 2 қалады. Ол бізде қанша x тең болады? 1/2-ден 1. Не жауап осы. Мінекей, достар, бүгін 5 есепті қарастырдық пропорцияға байланысты. Енді сіздерге пайдалы болады деп есептеймін берген ақпараттарым. Яғни мектеп оқулықтарыңыздағы есепті мен не үшін алып, соны талқылаймын. Яғни сіздер мектепте ұғалмаған, түсіне алмаған нәрселеріңізді мені бір сіздерге пайдам тиіп, түсінбеген жерлеріңізді бір түсіндіруге, түсініп кетулеріңізге бір септігім тиеді деген ниеттемін. Келесі сабақта тағы да бір пропорцияға
біраз есепте шығарамыз. Өйткені пропорция бізде қалмайтын тақырып, оны жетік меңгеріп түсініп алуымыз қажет. Сондықтан да тастап кетейін десем, ол есепті тастап кетуге мүмкін емес есептер болып тұр. Сондықтан да келесі сабақта тағы да бір пропорцияға арнағым келіп отыр. Сондықтан да менің каналымнан алыстамаңыздар, әр видеомды қарап отырыңыздар. Бір өтінішім, видеомды соңына дейін қарасаңыздар деген өтінішім бар. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, видеоны соңына дейін көруге шақырамын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.